Сәлем достар. Менің есімім Ермек Өміржанұлы. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының аға оқытушысымын. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз саяси режимдер. Жалпы, саяси режим сөз тіркесі 19 ғасырда пайда болып, 20 ғасырдың екінші жартысында ғылыми айналымға ене бастады. Қазіргі таңда көптеген ғалымдар саяси режимнің 140-160 түрлері бар деп есептейді. Дегенмен де олар бір-бірінен аса бір ерекшеленбейді деуге болады. Саяси режимнің ғылыми анықтамасына келетін болсақ, саяси режим дегеніміз саяси биліктің жүзеге асырудың түрі, формасы, әдістері және оның ұйымдастыру қағидаларын айтамыз. Негізінен саяси билікті жүзеге асыру әдістері арқылы оның қоғамға деген қатынасы белгілі болады. Сол қоғамға деген қатынасы саяси режимнің өлшемі болып табылады. Жалпы саяси режимнің көптеген түрі бар, бірақ осы лекция аясында біз классикалық түрлерін атап кетсек, олар тоталитаризм, авторитаризм және демократия. Бірінші қарастыратын саяси режим түрі тоталитаризм. Total сөзі жалпы латын тілінен аударғанда жаппай бәрін қамтушы деп аударуға болады. Тоталитарлық режим орнаған кезде саяси билік адамның барлық өмірлік аспектілерін бағдарлайды. Оның ішінде саяси, рухани және экономикалық өмірі. Жалпы тоталитаризм термині алғаш 1920 жылдары пайда болды. Оны өзінің мемлекетін сипаттау үшін итальян диктаторы Бенито Муссолини пайдаланған еді. Бенито Муссолини пікірінше, бәр мемлекет ішінде мемлекеттен тыс еш нәрсе жоқ және мемлекетке қарсы ештеңе жоқ. Яғни, мемлекет азаматтың өміріндегі негізгі шешуші рөлді ойнайтын институт деп сенді ол. 1923 жылы итальян ғалымы Джованни Амендоло Муссолини режимін сынға алып, ғылыми айналымға тоталитаризм термин алғаш енгізді. Бірақ 1926 жылы философ Джованни Джентиле керісінше бұл терминді оң пайдаланып, танымал етуге ықпал етті. Гитлер билік басына келгенде бұл терминді фашистік Германияға да қатысты пайдалана бастады. Егер тоталитаризмді сынаушылар тоталитаризм термині теріс түрде пайдаланса, жақтастары керісінше оң термин ретінде пайдаланды. Негізінен Джованни Амендоло және Бенито Муссолини пікірінше технологиялар тоталитаризм режимін күшейтуге мүмкіншілік береді деп сенді. Олармен келісуге болады, себебі бұқаралық ақпарат құралдары, радио, телефон және тағы басқа технологиялардың дамуы адам санасын толыққанды бақылауға мүмкіншілік берді. Тоталитаризм режимін 20 ғасырда көптеген ғалымдар зерттеп, ортақ көрсеткіштерін анықтады. Олардың зерттеген ғалымдар Ханна Аренд, Карл Фридрих, Збигнев Бжезинский, Хуан Линц, тағы басқа ғалымдар болды. Тоталитаризм режимін анықтау үшін оның белгілеріне көңіл бөлген жөн. Себебі белгілері арқылы оны анықтауға болады. Ал белгілері мынандай: бір басқарушы диктатор. Егер тарихқа үңілетін болсақ, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, бұлар барлығы ешқашан ешкіммен билігімен бөліскен жоқ. Келесі түрі бір идеология. Яғни мемлекетте тек қана бір идеология орнайды және басқа идеологиялар болуына мүмкіншілік бермейді. Мысал ретінде біз коммунизм мен фашизмді атап кетсек болады. Бір партиялық жүйе. Бұл мемлекеттер өзге партиялардың пайда болуына заңды түрде шектеу қояды. Келесі бәсекелестіктің жойылуы. Яғни бір партиялық жүйе бар мемлекетте, бір диктатор бар жерде басқа бәсекелестікке, оппозицияның құрылуына ешқандай жол берілмейді. Жеке басқа табынушылық. Жеке басқа табынушылық дегеніміз, билік басына келген диктатор қолында бар құрал арқылы өзінің билігін ақтау үшін өзін ерекше таңдаулы ретінде көрсеткісі келді және соған өзінің құралдар арқылы сендірді. Репрессиялар. Бұл тоталитарлық режимнің бөлінбес бөлігі болып табылады. Себебі бір партиялық жүйе, бір идеология бар кезеңде өзге ойлайтын адамдарды бірінші кезеңде жою керек. Тоталитаризм тағы белгілерінің бірі ретінде адам құқықтарының тапталуы, қоғамның санасын тоталды бақылау тән келеді. Бұл түзімді ары қарай да жалғастыруға болады. Бірақ осы арқылы сіз тоталитарлық режимі бар мемлекетті ажырата аласыз. Мысалы, қазіргі таңда тоталитарлық мемлекет ретінде Солтүстік Кореяны және Эритреяны атап кетсек болады. Келесі саяси режим түрі ол авторитаризм. Авторитаризм термин Франкфурт мектебінің теоретиктері ғылыми айналымға енгізді. Авторитаризм, тоталитаризм мен демократия арасындағы өтпелі кезеңдердің бірі болып табылады. Авторитаризм режиміндегі саяси билік белгілі бір адамның қолында немесе белгілі бір топтың қолында шоғырланады. Биліктің қайнар көзі белгілі бір көшбасшысының беделі болады. Авторитарлық режим тоталитаризмге саяси тұрпаты бойынша, ал демократияға экономикалық және рухани көрсеткіштері бойынша жақын болады. Сондықтан авторитаризм мен демократияны адамдар шатастырады. Себебі авторитаризмде кепіл етілген бостандықтар демократияның негізгі құндылықтары болып табылады. Мысалға экономикалық және рухани бостандықтар авторитарлық мемлекетте де бар.
Ол дегеніміз не? Экономикалық бостандықтар дегеніміз сіз тоталитарлық мемлекетте секілді емес, емін-еркін шетел мемлекеттермен бизнес, капитал жинауға мүмкіншілігіңіз бар. Сонымен қатар сіздің рухани өміріңіз бағдарланбайды. Яғни сіз өзіңіз білесіз қандай дін ұстанатыныңызды, қандай әлеуметтік топтарда араласатыныңызды өзіңіз шешесіз. Мемлекет бұл мәселеге араласпайды. Экономикалық және рухани бостандықтар кепіл еткенімен, саяси бостандықтар бұл мемлекетте жоқ. Себебі егер де мемлекетте белгілі бір оппозиционер пайда болатын болса, оған міндетті түрде формальды кедергілер мемлекет жасауға тырысады. Мысалы, ол доминантты партияның мүшесі болмау, немесе мемлекеттік қызметінде тәжірибесі болмау, жұмыс өтілі секілді формальды кедергілер көп болады. Жалпы айтқанда, авторитарлық мемлекетте көбінесе бюрократиялық мемлекет десек болады. Авторитарлық мемлекетте көп нәрсе қағаз жүзінде бар, бірақ іс жүзінде болмауы мүмкін. Ал егер авторитаризмнің нақты белгілеріне келетін болсақ, олар келесідей. Билік бір адамның немесе белгілі бір топтың қолында шоғырланады. Бұл шексіз билік болуы мүмкін, яғни саяси билік белгілі бір топтың ғана қолында болады. Көп партиялық жүйенің көріністері болады. Яғни ол дегеніміз мемлекетте бірнеше партиялар болуы мүмкін, бірақ шын мәнінде бір ғана партияда шынайы билік болады. Парламент кеңесші органға айналады. Ол дегеніміз парламентте шынайы саяси күш жоқ, тек қана демократияның көрінісі ретінде ғана пайдаланады. Оппозиция қолдан жасалады. Яғни шынайы саяси күші жоқ, бәсекелестікке шыдай алмайтын жасанды болады. Экономикалық және рухани бостандықтар жарияланады. Ол туралы мен жоғарыда атап кеткен едім. Сонымен қатар жаппай бір идеология болмайды. Саяси сала жабық болады, дегенмен де толыққанды бақылау болмайды. Қазіргі таңда авторитарлық мемлекет ретінде Ресейді, Қытайды, Түркменстанды және тағы басқа мемлекеттерді атап кетсек болады. Жоғарыда сипаттама берген режимдер арасында ерекше орынды демократия алады. Демократия ежелгі грек тілінен аударғанда демос – халық, кратос – билік деген мағынаны береді. Яғни демократиялық елде демос және кратос арасындағы байланыс тең және өзара қарым-қатынаста болуы керек. Демократия тарихы ежелден бастау алады. Сонау көне Грекиядан және ежелгі Римде дауыс беру құқығы бар азаматтар жоғары заң шығарушы, атқарушы және сот билігіне ие болды. Бірақ ежелден бастап демократия секілді режим Платон және Аристотель, одан кейінгі орта ғасыр және жаңа заман философтармен сынға алынды. Демократияның дамуына үлес қосқан Жан-Жак Руссо, Шарль Луи Монтескье, Токвиль, Миль, Джон Лок, тағы басқа көптеген ірі ғалымдар бұқара халықтың билікке келуін құптамады. Бірақ әр ғалым демократияның дамуына кейін зерттеулер арқылы үлес қосты. Сөз бостандығы, табиғи құқық, дін бостандығы, заң алдындағы теңдік, билік бөлінісі, сайлау туралы заңдарды дамыту арқылы демократия секілді саяси режимнің пайда болуына әкелді. Заманауи демократияның басты мақсаттарының бірі заңсыздық пен билікті асыра пайдалануға қарсы күрес деп те қабылдауға болады. Демократия тоталитаризм мен авторитаризмге толыққанды қарама-қайшы саяси режимдердің бірі болып табылады. Оны анықтау үшін біз келесідей белгілерін қарастыру керекпіз. Бірінші белгісі халық биліктің жалғыз қайнар көзі болып табылады. Екінші белгісі билік органдарының бәсекелестік және әділ сайлау арқылы қалыптасуы. Үшінші белгісі адам құқықтарының теңдігі. Төртінші белгісі көпшілік қағидасы, яғни азшылықтың көпшілікке бағынуы. Сонымен қатар келесі белгісі ретінде көп партиялық жүйені атап кетеміз. Бүгінгі таңда ғалымдар батыс мемлекеттерін көбіне демократиялық мемлекеттерге жатқызады. Егер атап айтатын болсақ, оларды Норвегия, Швеция және Ұлыбритания, ақш секілді мемлекеттерді атап кетсек болады. Құрметті достар, бүгін сіздермен бірге біз саясаттану әлемінде тағы бір саяси тақырыпты талқыладық. Болашақта біз әлі де басқа да саяси тақырыптарды талқылаймыз. Егер де саяси мәдениеттеріңіз көтеріңіз келсе, біздің каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.